Ақтөбе қаласындағы номер 27-ші орта мектеп-лицейінің 9-шы Б класс сынып оқушысы Озбек Дилназ. Абайдың 6-шы қара сөзі. Қазақтың бір мақалы: өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік дейді. Бірлік қандай елде болады, қайтсе тату болады, білмейді. Қазақ ойлайды: бірлік ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда, кедейліктен не залал? Ағайын құрмай мал іздеп не керек? Осы ма бірлік? Жоқ, бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малынды беріп отырсан, атасы басқа, діні басқа, күні де басқалары жалындап бірлік қылады. Бірлікті малға сатылса, антұрғандықтың басы осы. Ағайын алмай бірлік қылса керек, сонда әркім несібесін Құдайдан сұрайды. Құдайдан тілемесе, шаруа іздемейді. Әуелі біріне-бірі пәле іздейді. Не түсін, не ажарын, не өкпесін болдап, болмаса бір пәле салып, қорғалатып, әйтеуір бірін-бірі алдаудың амалын іздеседі. Мұның қай жерінен бірлік шықты? Ырыс алды тірлік дейді. Ол қай тірлік? Ол осы жау кедейден шықпағандық па? Жоқ, ондай тірлік итте де бар. Ондай тірлікті қымбат көріп, бұлданып, ахиретке дұшпан болады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, дүниеге әлгі айтылған ырысқа дұшпан болады. Ол айтқан тірлік олар емес. Көкірегі, көңіл тірі болса, соны айтады. Өзің тірі болсан да, көкірегін өлі болса, ақыл табуға сөз ұға алмайсың. Кеселді жалқау қылжықпас, әзір тамақ, әзір ас, сыртын пысық, өзін ішін наз, артын ойлап ұялмас. Болып жүріп, тірімін деме, онан да Алла жіберген ақ бұйрықты өлімнен өзі артық.